Жапондық Мари Кондо өзінің дұрыс үй жинау өнері кітабымен нағыз тазалық төңкерісін бастады. Сондай-ақ ол әлемдегі ең ықпалды үйді ретке келтіру бойынша маман, әрі танымал кеңесшілердің біріне айналды. Оның пайдалы кеңестері көптеген адамдардың өмірін өзгертуге септігін тигізді және үйдегі заттарды дұрыс тәртіпке келтіруге үйретті. Біздің көпшілігіміз демалыс күндерімізді үйді тазалауға арнаймыз. Бірақ көбінесе таңертең есте басталған тазалау кешке дейін жалғасады. Соңында шаршаймыз, күніміз тек үй жинаумен өткенін ойлап, өзімізге ашуланып алуымыз да мүмкін. Осы орайда сіздерге сиқырлы тазалаудың тұтас философиясын жасаған KonMariдің үйді жинауға арналған бірнеше пайдалы кеңестерін ұсынамыз. Ең алдымен каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіздер. KonMari әдісінің негізгі қағидаларына тоқталайық. Бірінші тазалау процесі 2 кезеңде жүзеге асырылуы керек. Алдымен біз қажетсіз заттарды тастаймыз. Содан кейін ғана қалған заттарды қайда және қалай қою керектігін шешеміз. Бірінші кезең қажетсізден арылу бәрінен де маңызды. Бұл әдіс сізге жағымсыз эмоциялардан арылуға да көмектеседі. Мари Кондоның айтуынша, үйдегі тәртіп пен бақытты өмірдің сыры айналаңыз сізге ұнайтын заттармен қоршалған болуы керек. Тазалаудың бірінші қадамы барлық заттарды бір үйіндіге жинау керек. Мысалы, гардеробты жинау кезінде үйдегі барлық киім-кешекті, тіпті соңғы шұлыққа дейін алу керек. Содан соң оларды еденге немесе төсекке қойыңыз. Бұл сізде қанша нәрсе бар екенін және олардың бір бөлігімен бөлісу енді қиын болмайтынын түсінудің жолы. Нені сақтау керектігін және нені тастау керектігін түсіну үшін әр затты қолыңызға алып, өзіңізге бұл маған қуаныш әкеледі ме деп сұрау керек. Егер жауап жоқ болса, бұл нәрсеге рахмет айтып, оны лақтырыңыз. Немесе беріп жіберіңіз. Бұл жерде заттың бағасы, құны, жаңа болуы, немесе сирек кездесуі оны сақтауға себеп емес. Үшінші, мүмкіндігінше жалғыз тазалаңыз. Ешбір жағдайда күйеуіңізге, жақыныңызға, немесе анаңызға лақтыратын сөмкелерді көрсетпегеніңіз жөн. Мүмкін болса, қоқыс дорбаларын өзіңіз шығарыңыз. Төртінші, құжаттардан аяусыз құтылыңыз. Үйдегі барлық қағаздарды алдымен 2 үйіндіге сұрыптау керек. Біріншісі еңбек шарттары, пәтер жалдау, куәліктер және өмірлік маңызы бар басқа құжаттар. Ал екінші үйінді бұл сіз сұрыптауыңыз керек құжаттар. Бұл жерде техниканы пайдалану жөніндегі нұсқаулықтар, ескі шоттар, көшірмелер, чектер, билеттер қоқысқа жіберіледі. Кітаптарға қатысты ереже. Осы уақытқа дейін оқылмаған кітап енді ешқашан оқылмайды. Сол үшін өзіңізге жағымды эмоциялар тудыратын кітаптарды сақтаңыз. Маридің өзі үйінде бар болғаны 30 кітап қалдырғанын мойындайды. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, лайк басып, каналға тіркеліп, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.